Бүгін біз сіздермен балмұздақ дайындаймыз. Шоколадты балмұздақ. Яғни бізге ол үшін мынандай нутелла деген шоколадымыз керек. Өте дәмді, сүйкімді сүт керек. Қаймақ немесе сливки дейміз ғой. Қойылтылған сүт керек. Мындай сгущенное молоко дейміз. Қойылтылған тәтті сүт керек. Және бір реттік пайдалануға арналған стақан немесе осындай арнайы балмұздақ істеуге арналған ыдысымыз керек. Және блендер керек. Сонымен біз ең бірінші нутелламыздан алып 2 қасық көлемінде бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ал бізде қазір тоңазытқыштан шыққан, мұздатқыштан. Сондықтан бізде біраз қатыңқырап тұр. 2 қасық саламыз. Барлығының пропорциясы бірдей болады бұл жерде. Және қойылтылған сүтіміздің ғана көлемі аз болады дәмі үшін. Бізде 2 қасық көлемінде болды. Ендігі кезекте қаймағымыз. Енді жарты қасық салсақ жеткілікті бізге. Ендігі кезекте аз ғана ағызамыз. Біраз қасық көлемінде болса жеткілікті. Дәмі өте жақсы келеді осы қойылтылған сүттің нәтижесінде. Және шамамен қазір алдағы уақытта қоюлығына байланысты әлі қоса жатамыз. Барлығын 2 ас қасықтан қостық. Ендігі кезекте біз бетін жауып әрі қарай шайқаймыз. Сонымен ашып көреміз, әлі дайын емес. Аз ғана сүт араластыратынымыз белгілі болып тұр. Бізде біраз сұйықтау болып кеткен сияқты. Осымен араластыру уақыты аяқталды. Бізде біраз қою, аса сұйықта емес, қоюда емес масса пайда болды. Қазір оны әрі қарай біз ыдысымызға құямыз. Сонымен мінекей біз ыдыстарымызға құйып, әрқайсысына толтырып, тоңазытқышқа қатқан уақытқа дейін қоямыз. 5-6 сағатта бұл жақсы қатып шығады. Және әрі қарай бақылауда ұстайтын боламыз. Қатқан уақытты сіздермен бірге бөлісеміз. Мінекей әзірге осылай мұздатқышқа жібереміз. Сонымен достар, мінекей біз мұздатқыштан алып шықтық. Бізде бұлар ұзақ уақыт тұрды. Қатқанынша қоясыздар және біраз суға салып алып, сыртынан босатасыздар. Мінекей бізде осындай балмұздағымыз дайын болды. Дәмі өте дәмді. Және құрамы да дәл базардан біздің сатып алатын дайын балмұздағымызға ұқсайды. Және өте жылдам еритін балмұздақ болды. Астарыңыз дәмді болсын.